Барлықтарыңызға қайырлы күн. Жалпы сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін біз сіздермен бірге админ панельді жасайтын боламыз. Жалпы пайдаланушы мысалы кіргеннен кейін ол админ панельге өтетін болады. Ол жерден осы тауарлардың тізімін алатын болады. Хидрға өтеміз. Жалпы хидр бөлігінде бізге мысалы disable деген қажеті жоқ. Және де линкті ғана қалдырамыз. Қалғанның барлығы да қажеті жоқ. Линкті қалдырамыз. Линк болса бізде ол products бетіне қарай өтетін болады. Тауарлар тізімі. Шарт береміз. Егер пайдаланушы тіркелген болса, онымен қоса and пайдаланушының рөлін тексереміз. Marty session user role тең болса 2-ге, админ болса, онда тауарлар тізімі көрінетін болады. Home деген жерде бастапқы бетке сілтеме қояйық. Бос орын. Енді тіркелем. Жүйеге кірдік, алайда бұл жерде бізге шықпады. Пайдаланушының мәліметтері бұның алдында сақталып қойды. Сол үшін де өшіреміз. Қайтадан кіруіміз қажет. Міне енді шықты. Өйткені бұның алдында бізде рөлі, яғни рөл 1 болды. Және де сессияға да сол 1 деп сақталып қалды. Енді біз 2-ге өзгерттік, және де қайтадан жүйеге кірдік. Енді осы кезде 2 болып сақталып қалды. Тауарлар тізімін құрамыз. Бұлай жасайық. Products index. Өтеме жасаймыз. Products'ın ішінде біз index. Жаңадан view құрамыз. Products index деп аталатын view құрамыз. Міне products index деп аталатын шаблон құрылды. Келесі кезекте контейнер құрамыз. Контейнердің ішінде ең алдымен біз хидрді әкелеміз. Тексерейік. Тауарлар тізімі қате шықты. Роудты тіркеуге ұмытып кетіппіз. Тағы да get әдісін жүріп алайық. Get әдісінің көмегімен product негізі индексі қоспасақ та болады. Осылай негізінде әдемі көрінеді. Индексі біз әдіс ретінде қосайық. Ал мына жерде, яғни хидрдің ішінде біз жай ғана products қоямыз. Индекс және де біз бұлай жазамыз. Products find all product table, product кестесіндегі барлық тауарларды аламыз. Products animalсын құрамыз. Және де view ретінде products'ın ішіндегі индексті қайтарамыз. Тауарлар тізімі индекс бұл жерде жоқ дейді. Яғни индекс user контролердің ішінен шақырған екенбіз. Көшіргенінде бір, яғни көшіріп
қойған кодтың бір кемшілігі осы. Оны біз өзіміз тексере алмаймыз. Яғни мысалы user контроллер деп жаздық, бірақ та бұл product контроллер болуы қажет. Міне енді шықты. Тауарлардың тізімін алдық. Ол бізде products айнымалысы. Келесі кезекте bootstrap table деп жазсаңыздар Google-ға, бұл жерде дайын кесте шаблоны бар. Кестені құрып отырғанша біз бұл жерде мысалы дайын шаблонды көшіріп алсақ болады. Мысалы осы жерге қоятын болсақ, table-ді жылжытайық. Дайын шаблон. Маржин бердік. Дайын шаблон. TR-дің ішінен тек қана біреуі ғана қажет бізге. Яғни бір жол, қалғаны массив өзі шығаратын болады. Тауарлар тізіміне өтеміз. Бұл жерден бізге ID қажет. Атауы тауардың. Description, категория ID, price. Және ол секілді өте көптеген бағандары бар. Бірақ та бәрін шығару қажет жоқ. Атауы. Сипаттамасы. Бағасы. Суреті. Енді бұл жерде біз цикл құрамыз. From products. Өйткені product контроллердің ішінде біз products айнымалысын енгіздік. Item, product. Мысалы, біз product ID шығарайық. Product name, $product description. Өйтеміз. Қате шықты. 32-ші қатарда. Яғни бұл жерде for-each'ті жабу қажет. Енді шықты. Тек бағасы деген жерде бағасын жазып Product price. Енді келесі кезекте бізге суретін шығару керек. Image тегінің ішіне product image дейміз. Суреті үлкен болып кетті. Біз мысалы width 100 десек. Міне 100 пиксельге дейін қысқарды. Суреті, бағасына мысалы теңге деп жазамыз. Міне бағасына тағы да теңге деген сөз қосылды.